Саламатсыздар ма оқушылар? Номер 69 жалпы білім беретін мектебінің математика пән мұғалімі Ғабидуллина Гүлнар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы натурал көрсеткішті дәреже және оның қасиеттері. Сабақтың мақсаты натурал көрсеткішті дәреже анықтамасын және оның қасиеттерін білу. Санның дәрежесі қандай цифрға аяқталатынын анықтау. Натурал көрсеткішті дәреженің қасиеттерін қолдану. Натурал көрсеткішті дәреже ұғымы. Дәреже бірдей көбейткіштердің көбейтіндісі. 5 көбейту 5 көбейту 5 көбейту 5 тең 5-тің 4-ші дәрежесіне. Өрнек құрылымы. А-ның ен түрінде А дегеніміз негіз, ен натурал көрсеткіш. Мысалы, -3-тің кубы -3 көбейту -3 көбейту -3 тең -27-ге. Натурал көрсеткіштің негізгі қасиеттері. 0-дің дәрежесі. 0-дің енінші дәрежесі тең 0-ға. Оң санның дәрежесі. Кез келген дәрежесі оң сан, 5-тің 4-ші дәрежесі оң санға тең болады. Теріс санның дәрежесі. Тақ дәрежесі теріс сан, жұп дәрежесі оң санға тең болады. -3-тің кубы ол теріс санға тең болады. -3-тің квадраты оң санға тең болады. Кез келген санның 0 дәрежесі, А-ның 0 дәрежесі тең 1-ге. Көрсеткіштің арифметикалық қасиеттері. Көбейту. А-ның ем дәрежесі көбейту А-ның ен дәрежесі тең А-ның ем плюс ен дәрежесіне. Дәреженің дәрежесі. А-ның ем дәрежесі көбейту ен дәрежесі тең А-ның ем көбейту ен дәрежесіне. Бөлу. А-ның ем дәрежесі бөлу А-ның ен дәрежесі тең А-ның ем минус ен дәрежесіне. Көбейтінінің дәрежесі. А көбейту В-ның ен дәрежесі тең А-ның ен дәрежесі көбейту В-ның ен дәрежесіне. Мысалдармен түсіндіру. Теріс санның дәрежесі. -2-ның 3-ші дәрежесі тең -2 көбейту -2 көбейту -2. Ол тең -8-ге. Бірдей негіздерді көбейту. 3-тің 2-ші дәрежесі көбейту 3-тің 3-ші дәрежесі тең 3-тің 5-ші дәрежесі. Ол тең 243-ге. Дәреженің дәрежесі. 5-тің 2-ші дәрежесі жақша сыртында 3-ші дәрежесі ол тең 5-тің 6-ші дәрежесіне. Тең болады 15625-ге. Көбейтінінің дәрежесі. 2 көбейту 4-тің 3-ші дәрежесі 2-ның 3-ші дәрежесі көбейту 4-тің 3-ші дәрежесі. Ол тең 8 көбейту 64-ге. Тең болады 512-ге. Натурал көрсеткішті дәреже қолдану мысалдары. Есептеңіз. -1 бөлінген 2-ның 5-ші дәрежесі тең болады -1 бөлінген 32-ге. Өрнектерді ықшамдау. Х квадрат плюс х квадрат плюс х квадрат бөлінген y куб плюс y кубқа. Ол тең 3х квадрат бөлінген 2y кубқа. Қорытынды. Дәреже математикадағы негізгі құрал. Дәреже қасиеттерін білу жылдамдықты арттырады. Күнделікті өмірде және ғылымда кездеседі. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, оқушылар.